Баршаңа сәлем. Назарларыңыз арнамыздың кезекті кино шоу видеосын ұсынбақшымыз. Бүгінгі видеода басты тақырыпта фильм «Убойный каникулы» деп аталады. Бұл фильмнің бастапқы кадрлары бізге қараңғы түнде орман ішінде келе жатқан екі видео түсіруші жастарды көрсетеді. Олардың бұл түнгі уақытта сауыт жүрістерін кенеттен тап берген қанішер кейпіндегі адам бұзады. Бұл жағдайда шетке сыра тұрып, осыдан 3 күн бұрын болған оқиғаға тоқтала кетсек. Өңкей құрдастар, яғни жастар жиналып орманға демалуға бара жатыр. Көліктен музыканы қосып келе жатқан олардың естеріне арақ алуды ұмытып кеткендері түседі. Чет пен жандағы құрбысы Элли көліктен түсіп дүкенге кіреді. Мұндағы сатушы жігіт Дейл және оның досы Таккер бар еді. Екеуі жақында бұл жерге үй алып келген болатын. Жастардың ішінен Дейл Эллиге назарын аударып, қызды ұнатып қалады. Жастар керек заттарын алып кеткен соң Дейл досына ғашық болғандығын жеткізеді. Таккер досына ақыры ғашық болыпсың, барып қыздың өзімен таныс деп желсіндіріп жібереді. Алайда келең жастардан құралған топ жандарына келген сақалды жігіт Дейлді жолатпайды да, өйткені қолына ұстаған орағынан қорыққандай. Солай Дейлдің аузынан сөзі түсіп қала береді. Ал жастар көлікке тез отырып кете барады. Таккер мен Дейл өздерінің жақында алған үйлеріне жолға шықты. Жола екеуін полиция тоқтатады. Оның сөйлесіне қарап-ақ екі жігітті ұнатпайтындығын түсінуге болады. Жаңа үйлеріне жеткен екі дос өте бақытты еді. Қанша жерден үй лас әрі ескі болғанымен бастысы жақтан бар еді. Екеуі үйді аралай жүріп кей жерлеріне жөндеу жұмыстарын жасау керектігін ұқты. Ал орман ішіндегі жастар келе сала тойлап кетті. Тамақтанып алған соң жігіт бұл орманда орын алған қанды оқиға жайлы аңызды айта бастады. Осыдан 20 жыл бұрын бір топ студент осында келіп қанішер адамның қолынан қаза тапқан екен. Олардың ішінен тек біреуі ғана тірі қалып осы оқиғаны айтқан. Кешке барлығы суға түсті. Осы суда екі дос балық аулап жүрген еді. Ал жетелеге қырындап жүр. Барлығы суға түсіп жатқанда Таккер нәпсісінің құрығына түсіп, досына жүр жақындап барып көрейік дейді. Бірақ та Дейл олай жасаған дұрыс емес деп досына қарсыласады. Кейін Элли де судағы студенттерге қосыла бастады. Ол жартастың үстіне шығып суға түсуге дайындала бастады. Таккер мен Дейл бұл көріністі байқағандар мен жігіттер анық көруге батпады. Есесіне оларды еле бақады. Бұл екеуін көріп есіне Четтің айтқан аңызы түсіп, жүрегі ұшқан қыз сол тұрған жерінен суға құлайды. Қайықтармен жетіп қызды құтқарады. Ал студенттер өздерінің достары Эллиді адамдар алып жатқан көріп, қорқып оларды қанішерге балайды. Солай барлығы Четке қарай жүгіреді де айтқаның келді дегендей қылады. Олар қыз достарын құтқаруды ойлайды. Ал таңертең есін жинаған Элли алғашында Дейлдан қорыққанымен кейін оның жақсы адам екендігін түсінеді. Ал достар болса шерифке хабарласып қанішерлерге қарсы тұрамыз да Эллиді құтқарамыз деп жоспарлайды. Шабуылға шыққан өңкей студенттер ақыр аяғында екі достың үйіне кезігіп, іште құрбымыз Элли бар деп топшалайды. Расымен де бұл үй Таккер мен Дейлдікі. Ал достар өз араларында барлауға баратын адамды анықтау үшін қағаз қайшы құдық ойнайды. Әдеттегіндей көзәйнек таққан арты ауыр жігіт барлауға баратын болады. Бұл уақытта үй сыртында арамен ағаш кезіп жатқан Таккер байқаусызда араның омартасын жарып, салдарынан араларды артынан ертеді. Арадан қашып келе жатқан Таккердің қолында бензопиласы бар еді. Мұны көрген басқа студенттер және жаңағы барлауға кеткен жігіт қаша жөнеледі. Ол Таккерді маньяк деп ойлап қалады. Арты ауыр жігіт бензопиладан қашамын деп орман ішіндегі ағашқа түйіріліп қалады да сол мезетте жан тапсырады. Үсті басы жара-жара Таккер үйге кірсе Дейл мен Элли ойын ойнап отыр қойшы. Досына ренжілі түрде Таккер басынан өткенін айтып, сөзінің арасында Элли сенің достарың келді дейді. Ал достарының ағашқа түйіріліп өлгенін көрген студенттер өліспей берілмейміз деп шабуылға дайындалуға кіріседі. Таккер мен Дейл басқа студенттерді іздей бастады. Қайдан білсін олардың бұл екеуін қанішер санап жүргендерін. Жақсы, бұл қорқақ өңкей жастар қашып кеткен соң оларды таппаған екі дос ағаштың бөрнесіне жазу қалдырып хабарлама жазады. Ал өз кезегінде мына жастар бұл хатты оқып басқаша түсінеді. Қорыққанға қос көнеді деген осы болар. Үй маңында Таккер мен Дейл жаңа жетхана қазып жатыр. Ал өзінің құтқарушыларына көмектесу шешкен Элли жігіттермен бірге күрек ұстап ол да жұмысқа кіріседі. Алайда сырттан қараған жастар Эллиге бұлар әдейі өз көрін қаздырып жатыр деп айтады. Ендігі олар шабуылға бекінеді. Жолы болмаған десек қате болар. Не болса да ақыл жоспарларымен студенттердің бірі Дейлиге найза таяқпен атылады. Бірақ соңында шұңқырға құлап өз найзасын өзіне тығып алады. Дейл болса жігіттен жалтарамын деп қолындағы күрегімен Эллиді бір ұрып қызды қалың ұйқыға жібереді. Басқа жігіт қолындағы бәкі пышағымен Таккерге атылып, бірақ ол жалт бұрылғанда пышақ ұстаған жігіт
тұрағыш аппаратқа түсіп кетеді. Үйге кірген екеуі айналасында не болып жатқандығын түсінбейді. Бұл жастар неменеге өздерін өлтіріп жатыр деп бас қатады. Сөйтіп болған соң бұл жағдайды шешу үшін шерифті шақырайық деп шешеді. Алайда кейін ол бәрібір бізге сенбейді деп ойларынан айниды. Өздерін өлтіріп әбден таяқ жеген жастар бәрін тастап қашқысы келеді. Алайда атыс шабыс киноға тойып болған шет біз соңына дейін айқасамыз деп бұларды соғысқа шақырады. Ал студенттердің бірі терпела болып шықты. Ол уже шерифті ертіп келе жатыр екен. Шерифке не болғандығын түсіндіріп орман ішінде қауіпті маньяк бар деп жанұшыра сол үйге апарады. Полиция көлігі есік алдына жеткенде Таккер мен Дейлді тұрағыш аппараттың ішіндегі жігіттің астығы денесін шығарып жатыр екен. Жол болмай дәл осы қылмыс үстінде ұсталады. Ал кейін бәрін түсіндірмек болған жігіттер үй ішіндегі Элиден сұра дейді. Қыздың талып қалғанын тексерген шериф үй ішіндегі жаңқаға сүйене бергені сол еді. Қираған ағаш шекесі қақмандайына кеп қадалады. Ол өлер емес халде келіп мына студенттерді қайта шошытады. Ал көлік ішінде отырған жаңағы шерифті шақырған студент тез арада өлі полицейдің қаруын алып, мына есік жақта бүйкіне тұрған Таккер мен Дейлге көздейді. Сол кезде Дейлдің басы істеп студентті қаруды дұрыс ұстап тұрған жоқсың деп шатастырумен болады. Соның нәтижесінде жай ғана кездейсоқтық орын алып, студент өз-өзін атып жібереді. Бұдан көліктің артқы орындығында отырған студенттер желпініп сыртқа шықты. Ал Джет қолына қаруын алып екеуін ата бастады. Атқан оқтарынан қашқан екі дос үйге келіп бой тазалап жасырынады. Тек сол сәтте студенттер олардың иттерін ұстап, тамағына пышақ тақап үй ішіндегі екі достарды бопсалайды. Таккер мен Дейл сүйікті иттерін құтқару үшін біреуміз оларды оқ атып назарларын аулаймыз. Сен жасырын барып итті құтқарасың дейді. Солай да болады. Таккер жасырын түрде итті босатып жібереді. Ал алданып қалғандарын білген достар Таккердің соңынан балталарын жаландатып қуа түсті. Орман ішімен қашқан Таккер қайда барса да бұларға ұсталады. Студенттер оны басымен салбыратып байлап, екі саусағын кесіп алады. Үй ішіндегі Дейл Элиді оятып қызға не болып жатқандығын түсіндіріп көреді. Ал қыз мұның бәрін Четтің айтқан қорқынышты оқиғасының кесірінен дейді. Ендігі қыз ешкімнің өлгенін қаламайды, сондықтан оларды келісімге шақыру үшін сыртқа шығады. Ал сыртта өзінің достарының өліктері толып жатыр. Қорыққан ол есік алдында хатты алып үйге кіреді. Хатты Дейл екеуі ашып қараса, Таккердің екі саусағы шықты. Жандосын құтқару үшін Дейл орманға кетті, кейін Таккерді босатты. Ал осы уақытта үйге келген жастар жан-жаққа жанармай төгіп өртеу әрекеттерін жасай бастады. Оларды Эли тоқтатуға тырысты, бірақ олар сен қорыққаныңнан сандырақтап тұрсың деп түсінді. Кейін үй иелері келеді. Эли екі жақты бейбітшілікке шақырып, бір үстел үстіне жайлап сөйлесуге көндіреді. Четтің айтқан аңызында қайтыс болған адамдардың ішінде оның әкесі бар екен. Сол себептен де ол кектелген күйі осы орман тұрғындарына шабуылдап жүрген болып шықты. Екі жақ сөйлесіп отырғанда басқа жан ұрған жастар келіп шабуылға көшті. Біреуі Арам мен Таккерді өлтіремін деп керісінше өз құрбысын өлтіреді. Ал сол сәтте Джет жаңа төгілген жанармайды жағуға әрекет қылып, нәтижесінде үй жарылып кетеді. Жарылған үйден аман қашып шыққан Таккер, Дейл, Эли және жалғыз Джет еді. Жынданған күйде Джет қолындағы балтасымен бұларға шабуылға көшеді. Үшеуі көлікпен қашқан еді, алайда көп ұзамай жол апатына түседі. Дейл есін жиса Эли жоқ, ал жанында жарылған Таккер жатыр. Жігіттің айтуынша оны Джет ұрлап алып кетті. Кейін екі дос соңғы рет қоштасады. Батырсыну сәті келгенде Дейл қызды құтқаруға келеді. Бұл жерде Чет пен Дейлдің арасында қарқын төбелес басталады. Жоспары бойынша Чет байланған Элиді Арамен туралап өлтіремін деген еді. Алайда соңғы сәтте оның арқанын Дейл өзіп қызды құтқарады. Төбелес барысында Четтің назарын басқаға аударып, кейін сыртқа лақтырады. Осы оқиғадан соң Таккер тірі қалыпты. Оған екі саусақ тігіп берген екен. Ал Дейл мен Эли жүре бастады. Фильмнің соңында біз жаңа орман ішінде камера ұстағандарға шабуылдаған Чет екенін түсінеміз. Осылайша бүгінгі видеода соңына жетті достар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.